Өмірдегі ең жаман күнә өзіңіз үшін жасаған күнәнің біреуі өзіңізді алдау. Басқа біреуді өтірік айту алдау еш нәрсе емес. Оны біліп тұрасыз ғой өтірік екенін. Біреуді алдап тұрсыз, ол біліп тұрсыз өтірік екенін. Өзіңіз сенбейсіз, одан қашасыз. Мына жерде ой бар, мына жерде шұқыр бар деп. Ал енді өзіңізді алдау деген сөз өте өзіңіз үшін жасаған қиянаттың ең шыңы ғой. Ол әдемі тілде айтқанда, одан төменірек айтқанда, одан ақымақ адам жоқ шығар жер бетінде, өз-өзін алдағаннан басқа. Дұрыс па? Өзін алдаған адам жер бетінде ең ақымақ адам. Себебі мынандай әзіл бар ғой. Ана пәленше өтірік айтады дейді. Ол өтірік айтатын еш нәрсе емес дейді, сол өзі айтқан өтірігіне сенеді дейді да. Ең сорақысы сол ғой дейді да. Мысалы, өтірік айту мақұл ғой, бәріміз айтамыз дейді. Бірақ ең қызығы өзінің айтып жатқан өтірігіне сенеді ғой дейді. Сондай адамдар бар да жер бетінде. Бұл ең асқынған ақымақтықтың бірі ғой. Өзіңе деген жасаған зұлымдықтың ең үлкені де осы болады. Өз-өзін алдау.